Барлықтарыңызға сәлем. Бізде мойынның топографиялық анатомиясы 3-ші бөлім. Бүгінгі бөлімде біз мойын үшбұрыштарына послойна талдайтын боламыз, және дағы мойын мүшелерінің топографиялық анатомиясы, қанмен қамтамасыз етілуі, қан ағысы, лимфа ағысы, вена ағысына тоқталатын боламыз. Мойын үшбұрыштарын талдауды бастамастан бұрын сіздерді біздің лекцияменен таныстырып кетсем, лекцияда барлығы орыс тіліндегі кітаптардан аударылған, барлығы анық, дұрыс жазылғанына кепілдік бере аламыз. Барлығы қысқа жазылған материалдар, без воды, нақты артық материалдар жоқ. Және дағы міндетті түрде апайлардың жалпы сұрайтын нәрселері десек те болады. Лекцияны алу үшін каналдың соңындағы сілтемеден өтіп, біздің телеграм-каналға жаза аласыздар. Бірінші үшбұрыш ол бізде жағасты үшбұрышы триконом субмандибулярис. Біз білеміз, алдыңғы сабақтан бері мойынның бұлшықеттеріне де тоқталдық, мойынның үшбұрыштарына да тоқталдық. Яғни бізге бұл послойна қараған кезде қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Себебі біз алдыңғы сабақта шекараларын да талдадық, қандай бұлшықетпен шектесетінін, және де оның құрамында қандай артерия, вена, лимфа түйіндері қалай жүретінін талдадық алдыңғы сабақта, қандай бұлшықет болатынын тоже талдадық. Енді послойна қараған кезде бұлар өте оңай болып көрінуі мүмкін, иә? Солай болады, оңай болады деп ойлаймын түсіну. Бірінші қабаттары. Бірінші қабат тері кескен кезде, ол бізде эластикалы болады, терасты клетчаткасымен байланысқан. Бұл жерде мойын өрімінің иннервациясы арқылы жүреді, то есть рамус superior nervus transversus colli, яғни мойынның көлденең нерві арқылы жүреді. Екінші қабат терасты клетчаткалық қабат, бұл бізде борпылдақ қабатпен бірігіп кеткен. Үшінші ол мойынның бетке терасты бұлшықеті, яғни тері кетті, терасты клетчатка кетті, одан кейін уже бұлшықет кетті. Бұлшықетті бізде бұл жерде, осы жерде иннервациялайтын мойын өрімінің тармағы болады, тур жаңағындай рамус superior nervus transversus colli болады. Бұл жерде бетке лимфа түйіндері орналасады, және дағы бет нервінің мойындық тармағы орналасады терасты бұлшықетінде. Келесі мойын фасциясының бетке табақшасы. Төртінші қабат. Уже біз послойна кесіп жатырмыз деп елесетіңіздер. Уже төртінші қабатқа келдік. Мойын фасциясының бетке табақшасы бұл жағасты үшбұрышында, осы үшбұрышта бетке және терең табақшаларға бөліп, жағасты безіне капсула, футляр түзді. Осы, яғни уже біз фасцияға келіп жатырмыз ғой, фасция айтып өткенде алдында мүшелерге, осы екінші бөлімде біз фасцияны талдаған кезде мен айтқан бетке табақша, жағасты сілекей безіне футляр түзеді деп. Мінекей біз послойна кесіп көріп жатырмыз. Футлярды көрдік, яғни жағасты сілекей безін сыртынан осы фасция футляр түзіп қаптап тұр. Келесі уже болды, футлярды да кестік біз. Енді жағасты сілекей безіне келдік уже, гландула субмандибуляристі кестіп жатырмыз уже. Бұл жерде бізде осы жерде сілекей түтігінің өтуіне мүмкіндік беретін бұлшықет аралық болады, яғни бұл жаңағы ауыз қуысының түбіндегі флегмоналардың ірінің жағасты аймағына түсу жолы бола алады, саңылау болады осы жерде. Одан кейін келесі уже 6-шы қабат. Біз безден өттік, безден артында уже орналасқан, бұлшықет орналасқан. Бұл жерде орналасқан бұлшықет қос қарыншалы бұлшықет, мускулус дигастрикус. Оның алдыңғы қарыншасы бізде төменгі жақ сүйектің қос қарыншалы шұңқырынан басталады, фосса дигастрикадан басталады да, артқы қарыншасы самосүйектің емізікті тілігінен басталып, екеуі де алдыңғы қарыншасы да, артқы қарыншасы да тірас сүйегіне барып бекітіледі. Бірінші бұлшықет бізде қос қарыншалы бұлшықет болды. Екінші бұлшықет емізік тірасты бұлшықеті, мускулус стилохиеидус. Бұл самосүйегінің емізікті өсінісінен басталады да, тоже барып тірас сүйегіне бекейді. Үшінші бұлшықет жақ тірасты бұлшықеті, мускулус милохиеидус. Бұл тоже төменгі жақ сүйегінің тірас сызығынан линия милохиеидуден басталады да, тірас сүйегіне бекейді. Жалпы бұлшықеттерді алдыңғы сабақта толық түсінсек, бұл уже қиын емес деп ойлаймын. 4 бұлшықет, яғни қос қарыншалы, мускулус дигастрикус, мускулус стилохиеидус, мускулус милохиеидус және дағы мускулус хиаглоссус. Бұл төртеуі де барады дағы тірасты сүйегіне барып бекінеді. Болды, біз ары қарай уже қан тамырларға кеттік, уже қан тамырларға дейін жетіп қойдық, олаңызшы кесіп. Енді ары қарай бізде бет артериясы, бет венасы кетеді. Бет артериясы бізде
артерия фасциалис, яғни жақ асты сілекей безінің фасциалды қабықшасының түбінен өтеді. Бұл артерияны біз көбінесе жаңағы шайнау бұлшық етінің алдыңғы жиегінен төменгі жақ асты сүйегінің бойынан көбіне таба аламыз. Бұл артериядан кететін артериялар иек асты артериясы, артерия субменталис, кетуші таңдай артериясы, то есть восходящая нобная артерия, артерия палатина асцендес. Потом бадамшалық тармақ кетеді, яғни рамус тонзиллярис. Келесі бет венасы. Бұл бізде үшбұрыштың артқы шекарасында, бет венасына бізде артқы жақ асты без венасы, вена ретромандибулярис келіп қояды. Яғни жеті бізде терең қан тамырларымен нервтер қабаты болды, яғни 8 лимфа түйіндері. Жақ асты сілекей безінің фасциалды қабықшасының ішінде орналасады бұл лимфа түйіндері. Лимфаны мұрын, ерін, ауыз кіреберісінің кілегейінен, жоғарғы және төменгі тістерден, қызыл ектен жинайды дағы мойынның терең лимфа түйіндеріне барып құяды. Жалпы жақ асты үшбұрышының клетчаткасы бізде ауыз қуысының төменгі жақ сілекей безі түтік бойыменен осы аймақпен байланысады. Тіл асты аймағымен байланысады, тіл және тіл асты нервінің жүру жолы арқылы байланысады. Жалпы жақ асты үшбұрышының шеңберінде біз көре алатын үшбұрыш ол пирогов үшбұрышы. Мына жерде пирогов үшбұрышы, язычный треугольник, тригоном лингвалис. Бұның барлық шекарасына біз тоқталып кеткеміз, то есть алдынан мускулус миохеидиум, артынан қос қарыншалы бұлшық еттің артқы қарыншасы, түбінде мускулус хиоглоссус толтырып тұрады. Оның маңызы тіл артериясын байлауда. Келесі үшбұрыш ол бізде иек асты үшбұрышы. Тригоном субментали шекараларын жақсы білеміз. Төменде ос хиоидиум, тіл асты сүйегі және дағы алдыңғы қос қарыншалы бұлшық еттің алдыңғы қарыншасы. Келесі, яғни бүйір жақтарынан. Одан кейін бізде бұл үшбұрышта бізде артерия субменталис, иек асты лимфа түйіндері, бет артериясы мен венасы, нервус милохеидиус өтеді. Бұл нерв бізде қос қарыншалы бұлшық еттің алдыңғы қарыншасын нервтендіреді. Енді осы үшбұрыш аймағын біз послойно кесіп қарайық. Бірінші теріні кесеміз. Ол тері жұқа, қозғалмалы болып келеді. Екіншісі тері асты клетчаткасы. Тері асты клетчаткасы жақсы дамыған. Бұнда мойынның оң және сол жағына тері асты бұлшық еті мускулус платизма орналасады. Үшінші қабат уже фасция. Фасция мойын фасциясының бетке табақшасы қос қарыншалы бұлшық еттің алдыңғы қарыншасына, жақ тіл асты бұлшық етіне қынап түзеді. Фасция осы бұлшық еттер арасында клетчаткада жақ асты лимфа түйіндері орналасады. Жақ асты лимфа түйіндеріне лимфа келіп құяды, түбінен, ауыз түбінен, жаңағы тіл түбінен, төменгі ерінің ортаңғы бөлігінен лимфа келіп құяды. Бұлшық еттер бұл жерде тоже оң және сол жақ тіл асты бұлшық еті ортаңғы сызықтың бойында рабхия жіп түзеді. Одан тереңде бізде иек тіл асты бұлшық етіменен иек тіл бұлшық еті, то есть мускулус гениохеидиус пенен мускулус гениоглоссус орналасады. Бесінші иек асты артериясы, артерия субменталис. Ол бет артериясының тармағы болып келеді. Бағана айтқан жерде тармақталып кетеді. Мойынның алдыңғы аймағында бізде тіл асты сүйек асты аймағы жауырын тіл асты бұлшық етінің көмегімен екі үшбұрышқа бөлінеді деп айттық қой біз алдында. Біріншісі бізде ұйқы үшбұрышы болатын болса, екіншісі жауырын кеңірдек үшбұрышы. Келесі үшбұрыш бізде ұйқы үшбұрышы. Шекараларын жақсы білеміз. Артынан қос қарыншалы бұлшық еттің артқы қарыншасы, жоғарыдан жауырын тіл асты бұлшық еттің жоғарғы қарыншасы, алдынан кеуде бұғана бұлшық етінің алдыңғы қырымен шектелген. Тоже қабаттары тері, одан кейін тері асты май қабаты. Тері асты май қабатында бізде мойынның бірінші фасциясы ол қынап түзетін бетке тері асты бұлшық еті платизма болады. Екіншісі мойынның бірінші және екінші фасциясының арасында клетчаткада беттік нервтің мойындық тармағы нервус трансверсус коли орналасады. Екінші фасцияда бізде вена фасциалис, одан тереңдеу бізде глубокая фасция, глубокая шейная петля орналасады. Жалпы төртінші фасцияда вагина каротика, яғни ұйқы үшбұрышының құрамдағы жаңағы жалпы ұйқы артериясы ішкі мойындырық вена кезбе нерв жүреді. Бұл тамыр нерв шоғыры бізде жалпы ұйқы артериясы медиалды орналасады. Ішкі мойындырық вена артериядан латеральда орналасады. Одан кейін ұйқы үшбұрышының ішінде бізде сыртқы ұйқы артериясынан жоғарғы қалқаншы артериясы кетеді, тіл артериясы кетеді, және дағы бет артериясы кетеді. Осы жерде бізде білуіміз қажет симпатикалық сабаудың топографиялық анатомиясын.
мойындырғы өрім топографиясын және дағы кеуделік лимфалық түтіктің топографиялық анатомиясын білуіміз керек. Бірақ біз оларды үшбұрыштардан кейін талдайық, иә? Үшбұрыштардың арасына қоссақ, уже шатасып кетеміз. Келесі үшбұрыш тоже мойынның алдыңғы аймағында триас сүйегінен төмен орналасқан. Екінші үшбұрыш жауырын кеңірдегі үшбұрышы тригонум оматрахеали. Симпатикалық сабақ, оларға потом тоқталамыз. Вот жауырын кеңірдек үшбұрышы. Шекаралары білеміз деп ойлаймын, тоқталмай қойық, алдыңғы сабақта толық тоқталғанбыз. Қабаттары терісі жұқа, қозғалмалы, бұл жерде тоже май бездері, тер бездері орналасқан терісінде. Бұл терісі иннервациялайды мойынның көлденең нерві. Нервус трансверсус коли арқылы жүзеге асырады. Терасты май қабаты. Терасты клетчаткада бізде мойынның көлденең нервінің соңғы тармақтар өтеді. Фасциясы, яғни мойынның екінші және үшінші фасция бірігіп, мойынның ақ сызығын түзеді. Бұл ақ сызықтың хирургиялық маңызын тоже білеміз, кескен кезде мойын бұлшықеттерін зақымдамай, жаңағы мойын мүшелеріне доступ ала аламыз, мойын бұлшықеттеріне жете аламыз. Бізде келесі мойынның үшінші фасциясында бұлшықеттің екі қабаты орналасады. Екі қабат бұлшықет орналасады, яғни біріншісі беткей қабат, екіншісі терең қабат. Беткей қабатта орналасқан бұлшықеттер мускулус стернохеидиус пенен мускулус омахеидиус. Ал терең қабатта мускулус стернотехироидиус пенен қалқанша тірі бұлшықетті мускулус техироидиус. Бұл бұлшықеттерге тоқталмай қойын, бірінші сабақты қайталап, жақсылап көріп шықтыңыздар деп ойлаймын. Мінекей мен алдыңғы сабақта айтқан себебім осы тұғын бұлшықеттерді жақсылап түсініп алуымыз керек, себебі үшбұрыштарға келген кезде, послойын талдаған кезде, сол себепті түсінбей қаласыздар бұлшықеттерді білмесеңіздер. Одан кейін мойынның кеңірдек алды фасциясы менен мойын мүшелері арасында бізде предвисцеральды кеңістік болады. Жалпы мойынның кеңірдек алды фасциясы жоқ қой деген нәрсе сұрақ болуы мүмкін. Шевкуненко бойынша жаңағы 5 фасция бар, және де одан бөлек классификация бар. Одан бөлек классификация бізде тек мойынның 4 фасциясы ғана кіреді, соның ішінде кеңірдек алды фасция деген болады. Бұл Шевкуненко бойынша емес, кеңірдек алды фасция деген. Мойынның латеральды аймағының үшбұрыштарын біз алдыңғы сабақта талдадық. Үшбұрыштардың шекарасына, оның құрамында жүретін артерия, веналарға тоже тоқталдық. Бізде мойынның латеральды аймағын теперь послойно кесіп қарап көрейік. Бірінші кескен кезде теріден бастаймыз. Терісі жұқа, қозғалмалы болып келеді. Біз теріні кестік. Теріден кейінгі қабат мойынның бірінші фасциясы, яғни бұл мойынның бірінші фасциясы болады, және де төменнен алдыңғы аймақта мойынның терасты бұлшықеті орналасады. Және дағы мойындық өрімнің терлік тармақтары болады. Біз мойындық өрімге тоқталамыз қазір. Екінші фасцияда, латеральды аймақта бізде бір жапырақшы түрінде болады да ол. Екінші фасция баратта бұғананың жоғарғы жиегіне барып бекейді. Мойынның латеральды аймағының үшбұрыштарында ескеретін факт, фасцияны талдаған кезде айтқанбыз, тек жауырын трапециялық үшбұрыш деңгейінде үшінші фасция болады дағы, қалған аймақтарында бізде үшінші фасция болмайды. Жауырын бұғана үшбұрышында үшінші фасция болмайды. Екінші фасцияның артынан саталы бұлшықеттерді жауып жатқан бізде бесінші фасция орналасады. Және дағы екінші және бесінші фасцияның арасында клетчаткалық кеңістікте қосымша нервтің бойында бірнеше лимфа түйіндері орналасады. Одан кейін, уже фасциядан кейін қан тамыр жоғары кетеді. Латеральды аймақта бізде бұғана асты артериясы, бұғана асты венасы менен иық өрімі болады. Олар бізде сатаралық кеңістіктен шығады. Сатаралық кеңістікке тоқталамыз қазір. Иық өрімі бұл бұғана асты артериясы борпылдақ клетчаткамен қоршалған. Бұл жерде лимфа түйіндері орналасады. Латеральды аймақта бұғана асты артериясынан 3 артерияның тармағы шығады. Артерия cervicalis superficialis, артерия трансверса коли, артерия supraScapularis. Одан кейін мойынның латеральды аймағын талдадық. Енді келесі бізде мойынның төс бұғана емізікше тәрізді аймағы regio sternocleidomastoidus. Бұл жерде тоже шекарасы осы төс бұғана бұлшықетінің шекараларымен сәйкес келеді. Бұл жерде послойно кесетін болсақ, терісі жұқа, эластикалық, қозғалмалы, май және тер бездері орналасады. Иннервациясы жүреді мойынның көлденең нерві арқылы. Терасты май қабаты борпылдақ, мойын өрімнің терлік нервтері, веналар орналасқан. Мойынның беткей үшінші қабат уже бірінші тері кетті, екінші терасты май қабаты кетті, үшінші мойынның беткей бұлшықеті кетеді. Біз талдап жатырмыз қазір regio sternocleidomastoidus'ты. Хорошо.
Мойынның үшінші қабаты уже мойынның беткей бұлшықеті мускулус платизма. Бұл бізде тері астында фасциалды қабықшада жатады. Екінші қабырға деңгейінде кеуделік фасциядан басталады дағы жоғары қиғаш бағытталып, төс бұғана емізік тәрізді бұлшықеттің талшықтарының бойымен барып, жаңағы мимикалық бұлшықеттерге төменгі жақ сүйектің төменгі жиегіне барып бекиді. Ары қарай құлақ маңы шайнау фасциясына жалғасып кетеді. Фасция париетет мастерикаға жалғасып кетеді, то есть. Одан кейін уже бетке төртінші ол бізде ішкі мойындырық вена, уже қан тамыр кетеді фасциядан кейін. Ішкі мойындырық вена мойынның бетке бұлшықетінің астында жатады. Шүйде венасы, вена оксипиталис, және дағы артқы құлақ венасының бірігуінен бізде төртінші қабат ішкі мойындырық вена, вена югулярис экстерна. Ол бізде мойынның беткей бұлшықетінің астында жатады. Ол екі венаның бірігуінен түзілген. Шүйде венасы менен артқы құлақ венасының бірігуінен ішкі мойындырық вена түзіледі. Бұл бізде төс бұғана емізік тәрізді бұлшықеттің бойымен жүріп, бұғана асты венаға құяды. Келесі мойын өрімінің терлік тармақтары кетеді. Мойын өріміне тоқталамыз қазір. Одан кейін төс бұғана емізік тәрізді бұлшықет кетеді. Алтыншы бізде төс бұғана емізік тәрізді бұлшықет кетеді. Яғни бұл жерде бұлшықеттің екі басы болады ғой. Төстен және де бұғанадан басталып, емізікшенің ұшына және артына барып бекиді. Жетінші тамыр нервтік шоғыр, яғни жалпы ұйқы артериясы, ішкі мойындырық вена, кезбе нерв жүреді. Одан кейін симпатикалық сабау. Симпатикалық сабауға тоже тоқталатын боламыз. Жалпы бізде төменгі төс бұғана бұлшықет аймағында үш маңызды кеңістік бар. Біз бағана клетчаткалық кеңістіктерге тоқталдық қой. Одан бөлек үш кеңістік бар. Бұл мінекей көріп тұрғанымыздай. Мына жерде біз көріп тұрғанымыз сатылы бұлшықеттер ғой. Яғни үш кеңістік, сатылы омыртқалық кеңістік біріншісі, екіншісі саты алды кеңістік, үшіншісі саты аралық кеңістік. Осы жерде үш кеңістік. Конспект жазып алыңыздар өздеріңізге қысқаша. Үш кеңістіктің де шекарасы алдыңғы сатылы бұлшықетке қарай қатынасы арқылы анықталады. Бірінші сатылы омыртқалы үшбұрыш. Немесе үшбұрыш деп те атайды, сатылы омыртқалы кеңістік деп десек те атайды. Қате болмайды, то есть тригоном скалена вертебрали деп те атауға болады, немесе спатиум скалена вертебрали деп те атауға болады. Бұл бізде шекаралары латеральды, яғни латераль жағынан алдыңғы сатылы бұлшықет, төменнен бұғана асты артериясы, медиалды бізде 6-7 мойын омыртқаларының денесі және де болып келеді. Одан кейін сатылы омыртқалы үшбұрышта бұғана асты артериясының тармақтары жүреді. Бірінші омыртқалық артерия, ол бізде омыртқа аралық канал арқылы, жаңағы шүйдедегі бізде шүйделік тесік болады ғой, сол арқылы кіреді да, бірінші омыртқа аралық каналға барады, ол каналдан шүйделік тесіктен кіреді, шүйделік тесіктен ары қарай бас сүйек қуысына кетеді. Бұл артерия, омыртқалық артерия. Бұл осы сатылы омыртқалы үшбұрышта бұғана асты артериясының тармағы болып табылады. Екінші артериялық тармақ, ол бізде ішкі кеуделік артерия, артерия торатика интерна. Бұл кеуде қуысына кетіп тұр. Яғни көріп тұрғанымыздай, сатылы омыртқалық үшбұрышта бұғана асты артериясының тармақтары кетіп жатыр. Екі артерия өте маңызды. Омыртқалық артерия біріншісі, екіншісі ішкі кеуделік артерия. Одан кейін үшінші қалқанша мойын сабауы болады. Бұл бізде қалқанша мойын сабауы мойын мүшелеріне тармақтар береді. Ол 4 тармаққа бөлінеді. Бұл жерде жазып алыңыздар конспект ретінде. Қалқанша мойын сабауы өзіне 4 тармаққа бөледі. То есть төменгі қалқанша артериясы, әкетуші мойын артериясы, беткей мойын артериясы, жауырын үсті артериясы. Қалқанша мойын сабауы осы 4 артерияны береді екен. Одан кейін келесі кеңістік бізде саталды кеңістік. Бұл жерде ішкі мойындырық вена, бұғана асты венасымен бірігіп, веналық бұрыш түзеді. Сатылық кеңістіктерге тоқталдық. Келесі латеральды кеңістікке тоже тоқталдық. Осымен біз мойынның үшбұрыштарының послойын талдап болдық. Енді бізде маңызды болып келетін симпатикалық сабау, мойындық өрім топографиясы, кеуделік лимфалық түтікке тоқталатын боламыз. Симпатикалық сабау. Симпатикалық сабау ол бізде мойын менен бастың ұзын бұлшықеттерінде омыртқалды фасцияда орналасады. Бізде жаңағы мойынның бұлшықеттерін бөлдік қой біз. Соңғышта ең үшінші қабат
Үшінші, ең тереңде орналасқан бұлшықеттерде орналасады, яғни симпатикалық сабау. Және дағы омыртқа алды фасция, бесінші фасция, яғни бесінші фасцияда бізде симпатикалық сабау орналасып тұр. Бұл жерде маңызды симпатикалық сабауда бізде 3-4 түйін орналасады. Мына жерде қызыл стрелкамен көрсетіліп тұрғандар көріп тұрсыз ғой. Бірінші қызыл стрелкалық түйін ол жоғарғы түйін, ганглион cervicalis superior. Ол бізде кезбе нервтен медиалды екінші, үшінші мойын омыртқаларының көлденең осіндісі деңгейінде орналасады. Ортаңғы түйін болады ганглион cervicalis medium. Бұл бізде 4-ші мойын омыртқа деңгейінде орналасады. Аралық түйін 7-ші мойын омыртқаның көлденең осіндісіне сәйкес келеді. Ал төменгі түйін бізде бірінші кеуделік түйінменен қосылып, мойын кеуделік түйін. Немесе оны айтады жұлдыз тәрізді түйін деп те атайды. Жасылмен тұрған нені. Жұлдыз тәрізді түйін деп те атайды. Бұл бізде склетопиялық орналасу жағынан 7-ші мойын омыртқасының көлденең осіндісі деңгейінде және дағы бірінші қабырғаның басына сәйкес келеді. Бұл бізде симпатикалық сабаудың көп бөлігі бұған асты артериясымен жабылған, ал жоғарғы бөлігінде омыртқалық артерия орналасады. Симпатикалық сабаудың топографиясымен таныстық, топографиясына тоқталдық. Енді мойындық өрімнің топографиясы. Ол бізде жұлынмайлық нерв сегменті, яғни бірінші және дағы 4-ші сегменттердің алдыңғы тармақтарынан түзіледі. Бұл мойындық өрімнің өзі 3 топқа бөлініп тармақ береді, яғни оның терілік тармақтары болады, бұлшықеттік тармақтары болады, және де аралас тармақтары болады екен. Бұлшықеттік тармақтар ол бізде 5-ші фасциямен жабылған мойын бұлшықеттерін иннервациялайды. То есть қандай бұлшықеттер бізде 5-ші фасциямен жабылды еске түсірейік, ол мойынның терең бұлшықеттері, яғни scalene anterior, posterior, medius, одан кейін musculus longus capitis, musculus longus коли, яғни осы терең бұлшықеттерді бізде жаңағы мойын өрімінің бұлшықеттік тармағы иннервациялап тұр. Одан кейін екінші тармақ ол терілік тармақ. Мына жерде біздің көріп тұрғанымыз ол мойынның бетке кетіп тұрған, яғни терілік тармақтары. Бізде мына жерде көрсетілген бір цифрменен көрсетілген ол nervus occipitalis minor, кіші шүйделік нерв, яғни шүйде аймағына өзін иннервациялап тұр. Одан кейін екіншісі nervus auricularis magnus, үлкен құлақтық нерв. Бұл бізде 2 цифрмен көрсетілген. 3 цифрменен көрсетілген ол nervus transversus coli, мойынның көлденең нерві. Біз бағанан бері фасциялар, послойны үшбұрыштарды талдадық қой сол кезде. Уже екінші қабатта көлденең нерв иннервациялайды деп айттық қой теріні. Вот осы мойындық өрімнің терілік тармағы болып тұр. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Одан кейін 4-ші нерв nervus supraclavicularius medius, intermedius, lateralis. Мына жерде 4 цифрмен көрсетіліп тұр ғой, бұлар бұғана үсті нервтері, бұғана үстіне өзінің тармақтарын береді. Бізде аралас топқа жататын топ нерв ол көкеттік нерв, жалғыз нерв, который аралас топқа жататын осы мойындық өрім ішінде. Ол бізде көкеттік нерв, алдыңғы сатылы бұлшықеттер бар емес пе, жаңағы musculus scalene anterior posterior, солар арқылы кеуде қуысына өтеді. Яғни көкеттік нерв бұғана асты венасымен бірге алдыңғы көкірек аралыққа өтіп, перикардтың бойымен көкетке дейін жетеді. Осымен біз мойындық өрімнің топографиясын аяқтадық. Одан кейін келесі бізде кеуделік лимфалық түтік, ductus thoracicus. Жалпы кеуделік лимфалық түтіктің қай жерден лимфаны жинайтынын білу маңызды. Себебі именно кеуделік лимфалық түтік адам ағзасындағы 85% лимфаны өзіне жинайды. Ал қалған 15%-ын бізде ductus lymphaticus dexter жинайды. Жалпы кеуделік лимфалық түтік лимфаны қабылдайды сол жақ мойындырық лимфалық сабаудан, сол жақ бұғана асты сабаудан және де сол жақ бронх көкірек аралық сабаудан келіп, лимфа осы кеуделік лимфалық түтікке қабылдайды. Ал оң жақ лимфалық түтік ductus lymphaticus dexter ол тек 15% ғана лимфаны қабылдайды. То есть оң жақ қолдан, оң жақ иықтан, оң жақ мойындырық сабау, яғни 3 сабаудан қабылдайды ол да. Оң жақ мойындырық сабау, оң жақ бұғана асты сабауы, оң жақ бронх көкірек аралық сабау. Бізде оң жақтан оң жақ лимфалық түтік өтеді ғой. Бұл лимфалық түтік бізде бұғана асты және дағы алдыңғы мойындырық веналардың бірігуінен түзілген пироговтың оң және сол үшбұрыштарына барып құяды. Осымен бізде мойынның жалпы мүшелеріне, осымен бізде кеуделік лимфалық түтік, симпатикалық сабау, өрім барлығын талдап шықтық. Келесі енді бізде мүшелері. Бірінші біз бастаймыз көмейдің топографиялық анатомиясы.
жалпы көмейдің топографиялық анатомиясына тоқталмас бұрын бізде міндетті түрде білу қажет мүшенің топографиялық анатомиясында міндетті түрде голотопия, склетопия, синтопияны білу қажет. Голотопия ол бізде яғни нақты орналасқан аймағы, склетопия қабырға деңгейінде қай қабырғалыққа немесе қай мойын омыртқасына сәйкес келеді деген сияқты ғой, қай омыртқаға сәйкес келеді. Ал синтопия яғни айналасында қоршап жатқан мүшелерменен қалай шектеседі, қалай шекараласады. Жалпы көмейдің голотопиясы бұл көмей мойынның алдыңғы аймағының ортаңғы бөлігінде орналасқан, склетопиясы 4-6 мойын омыртқалар тұсында орналасқан, енді синтопиясы. Көріп тұрмыз, көмей бізде жоғарыда тіласты сүйегінен жарғақ бұлшықет байламдар арқылы байланысқан. Мына жерде жазылып тұр ғой, тахироидит мембрана деп. Яғни көмей тілас сүйегінен осылай байланысқан жоғарыда. Төменде бізде кеңірдекпенен, щитовидная железаның астында кеңірдек түрі, кеңірдекпенен дөңгелек байлам арқылы байланысқан. Алдында бізде мойынның тілас сүйегінен төмен орналасқан бұлшықеттер орналасады. Көріп тұрмыз ғой, бұлшықеттер уже барлық жерде кездесті. Сол себепті бірінші сабақты жақсы түсіну өте маңызды болып келеді. Мойыннан тіласты сүйегінен төмен орналасқан бұлшықеттерге бізде қайсы жатады? Мускулус омохеидиус, мускулус стенохеидиус, мускулус тахироидиус. Одан кейін қалқанша бездің жоғарғы бөліктері тоже көмейдің алдында орналасады. Мойынның шандырымен жабылған тоже алдынан. Ал енді артында бізде жұтқыншақтың көмейлік бөлігі орналасады. Жанында жалпы ұйқы артериясы, ішкі мойындық венасы, кезеген нерв орналасқан, яғни қан тамыр нерв шоғыры. Енді мұның қанмен қамтамасыз етілуіне келетін болсақ, көмей бізде жоғарғы жиыдағы төменгі қалқанша артериялардың тармақтары арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Иннервациясы кезбе тіл жұтқыншақ нервтерінің тармақтарынан түзілген жұтқыншақ өрімімен жүзеге асырылады. Келесі мүше ол бізде кеңірдек, кеңірдектің топографиялық анатомиясы. Кеңірдек бізде топографиялық орналасуына қарай мойындық және дағы кеуделік бөліктерге бөлінеді. Соның ішінде біз именно мойындық бөлігіне тоқталамыз синтопияны айтқан кезде. Бірінші голотопиядан бастайық. Кеңірдектің голотопиясы мойын және дағы кеуде қуысы аймағында орналасқан. Склетопиясы 6-7 мойын омыртқаларының тұсында басталады дағы 4-5 кеуде омыртқасына дейін немесе екі басты бронхтың бифуркациясына дейін жетеді. Синтопиясы мойындық бөлігінің синтопиясы, яғни алдынан бізде оның қалқанша без жауып жатады, және дағы тіласты сүйегінен төмен орналасқан төс қалқанша бұлшықеттер жатады. Бүйір бөлігінен жаңағы қан тамыр нерв шоғыры, яғни жалпы ұйқы артериясы, мойындырық вена, кезбе нерв артынан өңеш жауып жатады. Кеңірдектің нервтендірілуі ол бізде қайырылма нерв, нервус ларингиус рекурренс, яғни сол нерв арқылы нервтендіріледі. Одан кейін жаңағы симпатикалық сабаудың тармақтары осы кеңірдекті нервтендіріледі. Потом кеңірдектің қанмен қамтамасыз етілуі. Кеңірдекті бізде төменгі қалқанша артериялары қанмен қамтамасыз етеді. Келесі мүше ол бізде жұтқыншақ. Жұтқыншақтың топографиялық анатомиясы. Жұтқыншақ ол бізде бас және дағы мойын аймағында орналасқан сыртқы пішіні конус тәрізді ас қорыту және дағы тыныс алу жүйесінің бастапқы мүшесі болып табылады. Склетопиясы ол бастың шүйде аймағынан басталып 6-7 мойын омыртқаларына дейін созылады. Синтопиясы жоғарғы жағында оның бас сүйегі, алдынан мұрын қуысы, яғни хоуан тесігі, ауыз қуысы, араң, исхимус және дағы көмей рекурренс периформис орналасады. Бізде мына жерде цветтермен көрсетіліп тұр ғой, фиолетовый, бізде мына жерде цветтермен көрсетіліп тұр ғой, фиолетовый, яғни мұрындық бөлігі, одан кейін көк цветпен көрсетілген ол бізде ауыздық бөлігі, одан кейін жасыл цветпен көрсетілген ол бізде жаңағы көмейлік бөлігі болып табылады. Яғни осы жерден біз көре аламыз, мұрындық бөлігі ол хоуан тесігі, одан кейін ауыздық бөлігі аран, исхимус және дағы көмейлік бөлігі көмей рекурренс алдынан шектеліп жатқандар. Ал енді артында бұл омыртқа жотасы, бүйірінде ірі қан тамырлар жаңағы кезбе нерв солар болады. Төменгі жағында өңешке жалғасады. Келесі бізде өңештің топографиялық анатомиясы.
Склетопиясы ол бізде 5-6 мойын омыртқасынан немесе көмейдің жүзік тәрізді желбезегінің төменгі жиегінен басталады. 12-ші көкірек омыртқасына дейін созылып жатады. Өңештің асқазанға ауысар жері бізде өңеш асқазандық өтіс 10-шы 11-ші кеуде омыртқа деңгейде орналасады. Синтопиясы жоғарғы жағында жұтқыншақ, яғни жұтқыншақ бізде өңешке жалғасып тұр ғой. Жоғарғы жағында жұтқыншақ, артында омыртқа жотасы, алдында көмей, кеңірдек, жаңағы кеңірдектің бифуркациясы, жанында жаңағы қан тамыр будалары орналасады бүйірінен. Одан кейін көкірек қуысының артқы аралығы арқылы төмен қарай диафрагмадан өтіп, өңеш бізде құрсақ қуысына дейін жетеді. Оның анатомиялық бөліктерінде біз мойын бөлігі, көкірек бөлігі, құрсақ бөлігі деп 3 бөлікті ажыратамыз. Біз соның ішінде тек мойын бөлігіне тоқталатын боламыз. Ол бізде 6-шы мойын омыртқасынан басталып, 2-ші кеуде омыртқа аралығында жатады. Алдыңғы бетінен кеңірдекпен шектеседі, бүйірінде жалпы ұйқы артериясыменен шектеседі, және дағы қайырылма нервус, ларингеус, рекурренспен шектеседі. Келесі бізде қалқанша бездің топографиялық анатомиясы. Қалқанша без бізде 2 бөліктен тұрады, және де ортасында исхимус деп аталады ғой, сондай мойындырғы болады. Бездің әрбір бөлігі жоғарғы және дағы төменгі полюсқа бөлінеді. Қалқанша безде бізде 4-ші фасцияның висцеральды жапырақшасынан құралған қынабы болады, то есть футляры дейміз ба? Сондай болады қалқанша бездің өзінің капсуласыменен фасциалды қабықшаның арасында борпылдақ клетчатка болады. Бұл клетчаткада бізде қан тамырлары, артерия, вена, қалқанша маңы безі орналасады. Галатопиясында бізде қалқанша безі мойынның алдыңғы бөлігінде орналасқан. Склетопиясында қалқанша без мойнағы кеңірдектің алдында 1-ші, 2-ші немесе 2-ші, 4-ші шеміршектер деңгейінде жатады. Синтопиясы бүйірінен кеңірдек, көмей, өңешке жанасады. Бездің артқы бөліктерінен жалпы ұйқы артериясы, медиалды қалқанша без капсуласының сыртына жатқан көмейдің қайырылма нервтері жанасып жатады. Қалқанша бездің алдыңғы жағынан бізде мускулус стернохиеидиум, мускулус стенотохироиди және дағы мускулус омохиеидиум, то есть тіл сүйегінен төмен орналасқан бұлшықеттер жатады. Қанмен қамтамасыз етілуі. Қалқанша бездің қанмен қамтамасыз етілуі бізде 2 жоғарғы қалқанша без артериясы, артерия тохироиди супериор және дағы төменгі қалқанша артериялар, артерия тохироиди инфериорус арқылы жүзеге асырылады. Вена оттокқа келетін болсақ, жоғарғы және ортаңғы қалқанша веналары ішкі мойындырық венасына құяды. Төменгі қалқанша венасы иық бас венасына құяды. Иннервациясы қалқанша бездің нервтері симпатикалық бағандардан және 2 көмей нервтерінен пайда болады. Лимфоотток қалқанша безінен лимфа кеңірдек алды, кеңірдек маңы лимфа түйіндеріне құяды, одан кейін мойынның терең лимфа түйіндеріне барып құяды. Қалқанша маңы безі бізде гландуля паратохироидиус 4 денешіктен тұрады. Қалқанша маңы безі қалқанша безінің капсуласынан тыс орналасады. Бұл әр бөлікте 2-2-ден орналасады. Осымен біздің мойынның толығымен топографиялық анатомиясы аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Егер дағы біздің каналдың лекциясын алғыларыңыз келсе, сіздер біздің телеграм каналға жазып ала аласыздар астындағы сілтеме бойынша.